5-ші жұп 5-ші салмақ дәрежесі 84,4 келі. Муслим Абдул Халимов пен Али Бадрудинов арасындағы жекпе-жек. Дардем Қостанай Арлан против командасы. Али Бадрудинов осы 24-ші жылы қатарынан 3 айқас өткізіп, барлығында уақытынан бұрын түйіндеген жауынгер. Шындығында 24-ші жылы Бадрудинов үшін өте табысты болды. Аты шулы қарсыластарын тізеп бүктірген қарсыластарының қатарында Нұрғали Нұрғайыпұлы бар болатын. Абдул Халимов бас жасы 22-де. Дәл қазір екі тарап бір-бірін аңсып бағуда. Бадрудинов бірінші нөмірмен қимылдауға көшті. Алғашқы лоу-кик. Абдул Халимовтың қарсыласына қарағанда бойы, аяқ қолы аз да болса ұзындау, яғни бұл қосымша басымдық беретіні түсінікті. Бадрудинов қазір басын бұғып барып, көбінесе алдамшы қимылдар жасау арқылы лоу-кик соққыларын жеткізе алуда. Міне тағы да қысқа қашықтықта 2-1 соққысы өткендей болды. Абдул Халимов әзірге артқа шегіне жүріп, екінші номермен жұмыс істеуге көшті. Қауіпті, міне аяқпен жасалған 3-1-дей соққы. Бадрудинов аяғына ұмтылыс жасаған қарсыласына тосқауыл қоя білді. Оң қолмен қауіпті. Халимов тейкдаун бар. Бірақ Абдул Халимов қарсыластың осы бір ұмтылысына басқа қылар қандай амалы бар. Бадрудиновтың жасы да қазіргі таңдағы функционалдық, физикалық тұрғыдағы толысуы дәл осы бір тұсқа келіп тұрған сыңайлы. Өткенде 24 жылы өткізген жекпе-жектерінің санын айттық, жеткен жеңістері барлығы Гран-при аясында да айқас өткізген болатын. Асығыстық жоқ екі тараптан. Әсіресе Бадрудинов қысымды күшейту бар, денесінің салмағын жақсы пайдаланы алуда қазіргі тұста. Тағы бір соққы. Абдул Халимов көп мүмкіндікті көріп тұрса да, бірақ шығып кетуге әзірге бір жақсы сәт бола қойған жоқ. Бұл енді ауыр салмақ өкілдері болғандықтан да айқастың қарқыны, динамикасы мүлде басқаша. Қазір Абдул Халимов бір әдістің шетін шығарған сияқты. Жоқ, Бадрудинов барлығын көріп тұр. Осындай зілді ауыр соққыларының көмегімен осы қарсыласты қалай қарусыздандыру керектігін жақсы түсініп те тұр. Қапталдан бақылауға алды қарсыласын. Бүгін жеңіліс дәмін татпаған екі спортшы 8 бұрышқа кірді. И енді біреуі жеңілістің ащы дәмін татып шығады. Кім болады? Ол сұрақ салдағы осы жекпе-жек барысында сол сұрақтың жауабын табатын боламыз. Абдул Халимов аяққа тұрды, бірақ басқа бір батыл қимыл әрекетке әзірге жол бере қойған жоқ. Бадрудинов құдды бір әккі нағыз бабы келіскен жауынгер екендігін осылай байқатуда. Позициялық тұрғыда белдесуде еш мүмкіндік қалдырып жатқан жоқ. Тіземен қазір тамаша. Қандай ұрымтал соқ жасайтын тұс болса, Бадрудинов барлығын жақсы аңғаруда. Әмбебап деген лақап аты бар Абдул Халимов. Қазір шындығында ол лақап атқа қатысты біраз сұрақ туындатуда. Бадрудинов енді қалған 20 секундтай уақыт ішінде енді бұл позициядан Абдул Халимовтың тұрып кету екі талай.
Білегімен қарсыласын. Екі тұсын бір езіп тұрып қазір Бадрудинов. Қолайсыз бір сәттерді жиі қарсыласының көз алдына алып келуде. Басымдық сөзсіз Бадрудинов тарапында. Раунд аяқталды. Ардақ жанкүйерлер, естеріңізге сала кетсек, бұл турниріміздің серіктестері қатарында Гранд Спа, қонақ үй, қонақ жай кешені Қостанай қаласындағы үздік демалыс орындарының бірі. Сонымен қатар бизнесті басқару платформасы Дарлин бұл электронды құжат айналымын ұйымдастыру, міндеттерді бақылау, жоспарлау және де басқа да байланыс орнату үшін нағыз таптырмайтын өнім. Қалқан балы бұл сіздің иммунитетіңізді қорғайтын, оның нағыз сенімді сауыты. Қалқан балының көмегімен чемпион болыңыз. Сонымен қатар Спорт Плюс Қазақстан теле арнасы, Найза ТВ сайты, осы тектес серіктестеріміз бүгінгі Найза 21 турнирінің басты қолдаушылары қатарында. Екінші раунд. Найза 71 Гран-при аясындағы ақтық 5-ші жұптың жекпе-жегі. Ну что, первый раунд бесспорно остается за Бадрудиновым, а вот вторая пятиминутка в определенной перспективы дарит Абдулхалимову для определенного переворота. Есть хай-кик, неплохо может на руках, опять же в стойке что-то показать. Абдулхалимов, боковой, но опять блок контролирует неплохо Бадрудинов. Сокращает дистанцию, Абдулхалимов выходит в центр. Ну и вот так 5 за 5 буквально отвоевывает Бадрудинов, продолжая давление на соперника. Абдулхалимов завершится лоу-киком. Бадрудинов качественно контролирует дистанцию, потом комбинируются удары, стойки с нырками. По итогу, конечно, инициирует борьбу. Удается ему свалить оппонента. Корпус пострадал у Абдулхалимова, зажимает у сетки Бадрудинов. Это его стихия. Конечно, в борьбе он, по-видимому, Абдулхалимова сильнее. Очередной перевод, но снимает захват Бадрудинов. Закрывает гард Абдулхалимов, и 3,5 минуты есть у бойцов для того, чтобы выяснить, кто сильнее в партере. Есть попытка, и Абдулхалимов тянет. Бадрудинов снимет. Да, все-таки удается, при этом рука остается под контролем Абдулхалимова, насколько я понимаю. Нет. Много сил при этом теряет, конечно, Абдулхалимов. Муслим для того, чтобы защищаться. У него и до этого были проблемы с кардио. И вот по этому даже кивку можно понять, что Абдулхалимов не понимает, как сейчас Бадрудинову удалось выйти. Вставляет колено. Бадрудинов блокирует руку, и можно поработать уже из сайд-контроля. Вновь в голову метит. Бадрудинов пытается свалить соперника. Остается за спиной, в корпус саживает колено. Еще одна попытка, буквально втыкает соперника в канвас лицом. Блокирует правую ногу, не дает возможности Абдулхалимову встать. Бадрудинов. Это последний бой в рамках командного гран-при. Дартим против Орлана ММА и Костанай. Бадрудинов опять прилагает неимоверную усилие для того, чтобы оторвать от сетки соперника. Абдулхалимов
продолжается вот эта позиционная борьба у сетки, которую по итогу все-таки выигрывает именно Бадрутдинов. Корпусу. И опять треугольник выходит. Бадрутдинов тянет опять Абдулхалимов. Но нет, здесь уже потерял контроль. Бадрутдинову нужно достать голову. Абдулхалимов, кстати говоря, в грэпплинге неплохую базу имеет. Можно на скручивание выйти отсюда, по крайней мере, пытаться. Опять таким рюкзачком повис на сопернике Али Бадрутдинов. Хорошо все правила. Абдулхалимов выходит за спину. Абдулхалимов қазір өте жақсы позицияны иемденді. Бадрутдиновтың де шаршағаны айқын байқалады. Осы бір сәтті аңсай күткен Абдулхалимов қазір ауыр соққылардың астына алуда. Бадрутдинов басын бұққан қалпы қорғанысқа ғана көңіл бөлуге қауқарлы. Абдулхалимов бұл мүмкіндікті пайдалана алады ма? Жоқ, Бадрутдиновтың жүзінен бір абыржудың белгісі байқалмайды. Бірақ Абдулхалимов, егер қорғаныс әрекеті дұрыс болмаса, шынтақпен қазір Абдулхалимов кішігірім сенсацияның авторы атана алады ма? Жоқ, шыдас берді Бадрутдинов. Қандай мүмкіндік еді? Қандай мүмкіндік болды? Абдулхалимов қайта бойына қуат бітіп, қайтадан қанаттанып, үшінші раундқа қандай кейіпте шығады? Міне, бас сұрақтың бірі осы. Бейне қайталаудан көрсек. Физикалық тұрғыда шындығында өте қатты шаршаған Бадрутдинов раунд соңында тіпті шарасыз күйге түскен болатын. Абдулхалимов осы бір сәтті 2 раунд бойы аңсай күткен еді. Бағанағы Есқазиев Мейірбек жасаған сенсация кішігірім дәл осы тұста қайталануы бек мүмкін еді. Міне, көз алдарыңызда статистика. Көз алдарыңызда статистика. Ал енді бұл 5-ші жұп болатын. 3-ші раунд шешуші сәт. Абдулхалимов тамырына қан жүгіріп, бойына қайта жаңғырып шыққан. Тіке соққа. Қандай тамаша! Бэкфист жасап, талпыныс жасады, бірақ Бадрутдинов жақсы қарымта шабуылмен қарсы алған болатын. Абдулхалимовтың аяқ алысы өте қиян кескі. Жаңағы сәтте Бадрутдинов бұл позициядан оны тіпті тұрғызбауға тырысады. Мощные удары на старте 3-го раунда от Абдулхалимова. Мощный. И был хайкик в том числе. Бадрутдинов все это прочувствовал. Истощенные бойцы продолжают этот бой. Бадрутдинов, мне кажется, так и нужно оставаться. Закрывает гард, в принципе, Абдулхалимов. Можно поработать из этого положения. Возможно, так вот и провести эти 4 минуты. Пытается локоть вставить. Работает по корпусу. Абдулхалимов и так устал. Бадрутдинов уже продолжает испытывать его выносливость. Вот завязли соперники. И тянет, что пытается руку вытащить. Абдулхалимов Муслим из последних сил. Удастся ли это ему сделать? Да, уже, по-моему, близок к этому. И сваливается сам Муслим в этот момент. Абдулхалимов сәт сайын таңғалдырудан жалығатын емес. Тіпті ешқандай мүмкіндік жоқ деген бір қиын тұстың өзінен қиюын келістіріп, қалауын тауып әйтеуір жарқ ете қалу жағынан бұл азамат шындығында жанкүйердің жадында бүгін сақталатыны анық. Атай кетсек, осы Бадрутдиновтың барлық жеңісі 24 жылы
қол жеткізген О, Бадрудинов. через руку душит сейчас Бадрудинов. Уақытынан бұрын аяқталған Абдулхалимов, болатын. это возможно все, последние действия в этом Абдулхалимов. поединке. Абдулхалимов терпит все так же, но видно, как кислород заканчивается, продолжает Бадрудинов мощно вкладываться, но бросает сам эту попытку. Абдулхалимов бұл тұста да аман қалды. Не деген батырлық әрі өжеттік. Шындығында Муслим Абдулхалимовқа жанкүйердің қошеметі де осыны аңғартса керек. 2 минуттан астам уақыт бар Абдулхалимов үшін осы позициядан шығып, өзінің ойындағы тағы бір сенсацияға, бір табан жақын қылатын әрекетті жүзеге асыруға, ал Бадрудинов өз дәстүрінен танбай, қалай болса да осы 2024 жылы қол жеткізген 3-1 жеңісінің барлығы уақытынан бұрын аяқталған болатын. Екінші раундтан аспаған. Бүгін Бадрудинов өз мансабында тұңғыш рет 3-ші раундты басынан кешіп жатыр. Абдулхалимов бас көтеретін сәтте тұрып кете алады ма? Әлде бағанағыдай раунд соңындағы қарсыласының тынысы тарылып шаршаған сәтті күтеді ме? Өзі де күш қуаты сарқылды. Оны баяу қимылдан бірден аңғаруға болады екі тараптың. Партерде өтіп жатқан айқастың соңғы бір сәттері, соңғы эпизодтары дегенмен де жігіттерге шындығында лайықты баға беруге тұрады. Тұр деген қолдау сөздері Абдулхалимовты тағы бір қанаттандырғанда еді, бірақ Бадрудинов барлығын көріп тұр. Способен ли Абдулхалимов на такой же камбэк, как Исказиев? Вопрос открытый, но всего 50 секунд остается у него для того, чтобы доказать это. Пока Бадрудинов забирает, кажется, все 3 раунда. Поработал со спины, опять пытается стащить соперника. Свип, опять смена позиции. И Абдулхалимов ищет этот шанс на болевой. 30 секунд уақыт бар Абдулхалимовтың еншісінде. Бірақ бұған Бадрудинов көнуден бас тартты. Исказиевті тілге тиек еткеніміз, бұл азамат бүкіл раундтар бойы тіпті жеңістің ауылы ауыстырмақ көрінбегендей еді. Жалғыз ғана мүмкіндікті өте жақсы пайдаланып, шынында бүгінгі кештің басты сенсациясын тіркеген болатын. Что ж, заканчивается этот бой, заканчивается уже противостояние в рамках Гран-при Дартим против команды Орлан ММА Костанай. И сейчас мы узнаем победителя этой схватки, обладателя кубка, которая получилась жарким, конкурентным, интересным. Спасибо. И Абдулхалимов бүгінгі кеште барын салды. Және де бұл азамат енді чемпиондық титулдан дәмелі екендігін. Ну, должны показать сейчас туда, Али. Вот направо тебе нужно посмотреть вот этот пояс, в конце концов. Чемпиондық титулдан дәмесі бар. Ол лайықты. Бадрудинов бүгін не істесе де жарасады. Ардақ жанкүйерлер, бұл найза 71 турнирі аясында 2024 жылы басталған Гран-при текетірестерінің ақтық командалық сайысымен аяқталды. Алда бізді 2-1 титулдық жекпе-жек күтуде. Серікбай Ходжабаев пен Рамазан Гасанов арасындағы тартыс. Сонымен қатар Иван Данилов пен Тамерлан Саралаповтың жекпе-жегі. Бұл айқастар бүгінгі кештің басты оқиғасы. Here, ladies and
and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. Winner by unanimous decision. Fighter of the red corner, Ali Badruddinov.